Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгінгі кезекті дәрісіміздің тақырыбы Қазақстан Республикасындағы сот төрелігінің конституциялық негіздері. Қазақстан Республикасы Конституциясына сәйкес, сот билігі мемлекеттік биліктің дербес тармағы болып табылады, және ол заң шығарушы және атқарушы билікпен тең дәрежеде жүзеге асырылады. Сот төрелігі азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың, заң үстемдігін қамтамасыз етудің және әділеттілікті орнатудың басты құралы. Сот билігінің тәуелсіздігі, құқықтық мемлекет пен демократиялық қоғамның негізгі кепілі. Дәрістің мақсаты Қазақстан Республикасындағы сот төрелігінің конституциялық негіздерін, сот жүйесінің құрылымын, судья мәртебесін, сот билігінің функциялары мен қағидаттарын талдап, студенттердің құқықтық білімін кеңейту. Дәрістің міндеттері: Қыр Конституциясындағы сот билігіне қатысты негізгі нормаларды ашып көрсету. Сот билігінің ерекшеліктері мен қағидаттарын айқындау. Сот жүйесінің құрылымын жоғарғы сот, жергілікті және мамандандырылған соттар сипаттау. Судьяларға қойылатын талаптар мен олардың тәуелсіздігіне кепілдіктерді талдау. Қыр прокуратурасының конституциялық орны мен қызметін түсіндіру. Дәрістің өзектілігі: сот төрелігі мемлекеттің демократиялық дамуы мен азаматтардың құқықтарын қорғаудың басты кепілі. Қазақстанда сот реформалары тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап жүргізіліп келеді. 2023 жылдан бастап қабылданған жаңа заңдар мен өзгерістер сот жүйесінің ашықтығын, әділдігін қамтамасыз етуге бағытталған. Бұл тақырыпты зерттеу болашақ заңгерлер үшін құқықтық мемлекет принциптерін терең меңгерудің маңызды шарты. Дәріс жоспары. Бірінші сұрақ. Сот билігінің конституциялық негіздері. Қыр Конституциясының 3 бабы, 75 бабы және Қыр сот жүйесі мен судьялардың мәртебесі туралы конституциялық заң. Сот билігінің мемлекеттік билік тармақтарындағы орны. Екінші сұрақ. Сот билігінің ерекшеліктері мен қағидаттары. Біртұтас мемлекеттік биліктің тармағы ретіндегі орны. Сот билігінің тек соттарға тән болуы. Сот билігінің тәуелсіздігі және оның кепілдіктері. Сот шешімдерінің мемлекет атынан шығарылуы. Үшінші сұрақ. Сот жүйесінің құрылымы. Жоғарғы сот органы. Жергілікті соттар, облыстық, қалалық, аудандық. Мамандандырылған соттар әскери, экономикалық, кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі және судья мәртебесі мен тәуелсіздігі. Судьяларға қойылатын талаптар. Судья қызметіне байланысты шектеулер. Судьялардың иммунитеті мен жауапкершілігі. Сот билігінің функциялары. Құқық пен бостандықтарды қорғау. Әділ сот жүргізу. Конституция мен заңдардың орындалуын қамтамасыз ету. Соттық бақылау және құқық қолдану қызметі. Төртінші сұрақ. Қазақстан Республикасының прокуратурасы. Прокуратураның конституциялық орны. Прокуратура органдарының жүйесі мен принциптері. Прокуратураның негізгі өкілеттіктері. Қазақстан Республикасының конституциясында сот билігінің орны мен рөлі нақты айқындалған. Конституцияның 3 бабының 4 тармағына сәйкес, республикада мемлекеттік билік біртұтас және ол конституция мен заңдар негізінде заң шығарушы, атқарушы және сот тармақтарына бөліну. Олардың тежемелік әрі тепе-теңдік жүйесін пайдалану арқылы өзара іс-қимыл жасау принципіне сәйкес жүзеге асырылады. Бұл қағида сот билігінің заң шығарушы және атқарушы билікпен тең дәрежеде тұрғанын көрсетеді. Қазақстан Республикасының 75 бабында сот билігіне байланысты негізгі конституциялық ережелер бекітілген. Аталған бапқа сәйкес, республикада сот төрелігін тек сот жүзеге асырады. Сот билігі азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғауды, конституцияның, заңдардың, өзге де нормативтік құқықтық актілердің және халықаралық шарттардың орындалуын қамтамасыз етуді мақсат етеді. Сот билігі заңда белгіленген барлық істер мен дауларға қолданылады.
Сонымен қатар, Конституция сот билігінің тек Конституцияда белгіленген сот органдарына ғана тиесілі екенін нақтылайды. Бұл өз кезегінде арнаулы немесе төтенше соттарды құруға жол берілмейтіндігін білдіреді. Сот билігінің конституциялық негіздері оның негізгі қағидаттарымен тығыз байланысты. Соттардың тәуелсіздігі, судьялардың тек Конституция мен заңға бағынуы, сот төрелігінің мемлекет атынан жүзеге асырылуы. Конституциясының 77-ші бабы бұл қағидаттарды бекітіп, сот төрелігін жүзеге асырудың негізгі құқықтық кепілдіктерін айқындайды. Осылайша, Қазақстан Республикасындағы сот билігінің конституциялық негіздері құқық үстемдігін қамтамасыз етуге, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға, биліктің бөліну принципін іске асыруға бағытталған конституциялық нормалардың жиынтығы болып табылады. Сот билігінің ерекшеліктері Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес, сот билігі мемлекеттің тәуелсіз тармақтарының бірі болып табылады. Оның негізгі ерекшеліктері: бірінші, тәуелсіздік сот билігі заң шығару және атқарушы биліктен бөлінген, ешқандай органға немесе лауазымды тұлғаға есеп бермейді. Сот шешімін тек Конституция мен заңға сүйене отырып қабылдайды. Екінші, әділ сотты жүзеге асыру сот билігінің басты миссиясы құқықтық дауларды шешу, заңдылық пен әділеттілікті қамтамасыз ету болып табылады. Үшінші, жалпыға міндеттілік сот шешімдері барлық мемлекеттік органдар, ұйымдар мен азаматтар үшін орындалуы міндетті. Төртінші, құқықты қорғау құралы сот билігі азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың кепілі болып табылады. Бесінші, процессуалдық нысанмен шектелуі сот билігі тек заңда белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады, яғни сот ісін жүргізу қатаң процессуалдық нормаларға негізделеді. Сот билігінің қағидаттары. Сот билігінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ететін негізгі қағидаттар Конституция мен заңдарда бекітілген. Олардың қатарына мыналар жатады. Соттардың тәуелсіздігі: судьялар өз қызметін жүзеге асыруда тек Конституция мен заңға бағынады. Оларды қызметінен заңсыз босатуға немесе қысым жасауға жол берілмейді. Заң мен сот алдындағы теңдік: барлық азаматтар мен ұйымдар әлеуметтік, мүліктік, лауазымдық жағдайына қарамастан сот алдында тең. Сот төрелігін тек соттың жүзеге асыруы, ешқандай орган немесе тұлға сот функцияларын атқара алмайды. Азаматтардың құқықтарын қорғау сот билігінің басты мақсаты адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғау. Ашықтық және жариялылық сот отырыстары негізінен ашық өтеді. Бұл қағидат сот төрелігінің ашықтығын қамтамасыз етіп, әділдікке сенімді арттырады. Тілдің теңдігі: сот ісін жүргізу қазақ тілінде жүргізіледі, бірақ қажет болған жағдайда басқа тілдерде қолданылуы мүмкін. Айыпталушының құқықтарын қорғау: қылмыстық істерде айыпталушының кінәсі сот үкімімен дәлелденгенше, ол кінәсіз болып саналады. Кінәсіздік презумпциясы. Апелляциялық және кассациялық тәртіппен қайта қарау мүмкіндігі: сот шешімдерінің заңдылығы мен негізділігін жоғары тұрған соттар тексере алады. Сот билігінің ерекшеліктері мен қағидаттары оның тәуелсіздігін, әділеттілігін, заңдылықты қамтамасыз етуін айқындайды. Бұл қағидаттар сот билігінің демократиялық қоғамдағы басты рөлін көрсетеді және құқықтық мемлекеттің негізгі тірегі болып табылады. Қазақстан Республикасының сот жүйесі Конституцияға, яғни Конституцияның 7-ші бөлімі, 75 пен 84-ші баптар аралығы және Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі мен судьялардың мәртебесі туралы 2000 жылғы 25 желтоқсандағы конституциялық заңға сәйкес құрылады. Сот билігі мемлекеттің тәуелсіз тармағы ретінде азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды, заңдардың біркелкі қолданылуын қамтамасыз етеді. Сот жүйесінің құрылымы мынадай буындардан тұрады. Қазақстан Республикасының жоғарғы соты республикадағы сот билігінің жоғарғы органы. Жоғарғы сот азаматтық, қылмыстық, әкімшілік және өзге де істер бойынша барлық соттарға бірдей қолданылатын сот практикасын қалыптастырады. Жергілікті соттар, облыстық және оған теңестірілген соттар: Алматы, Астана, Шымкент қалалық соттары, әскери соттар, аудандық және оған теңестірілген соттар: қалалық, ауданаралық, мамандандырылған соттар. Жергілікті соттар халыққа ең жақын тұрған буын болып табылады. Аудандық соттар бірінші саты соты ретінде істердің басым бөлігін қарайды. Облыстық және қалалық соттар апелляциялық,
кей жағдайда бірінші саты ретінде қызмет атқарады. Мамандандырылған соттар Қазақстан Республикасының сот жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады. Олар белгілі бір құқық салаларына қатысты даулар мен істерді қарауға бейімделген және сот төрелігінің сапасын арттыруға бағытталған. Мамандандырылған соттардың басты ерекшелігі тар шеңбердегі құқықтық қатынастарды кәсіби деңгейде қарастырып, әділ шешім қабылдауы. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес мамандандырылған соттарға мыналар жатады. Экономикалық соттар шаруашылық дауларын, кәсіпкерлік қызметке байланысты істерді, заңды тұлғалар арасындағы мүліктік дауларды қарайды. Әкімшілік соттар мемлекеттік органдар мен азаматтар арасындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі істерді, сондай-ақ мемлекеттік билік органдарының әрекеттеріне қатысты шағымдарды қарайды. Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі соттар балаларға, жасөспірімдерге қатысты қылмыстық, азаматтық істерді, олардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға байланысты дауларды шешеді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мамандандырылған соттар сыбайлас жемқорлыққа қатысты қылмыстық істерді қарап, мемлекет мүддесін қорғауға бағытталған. Әскери соттар қарулы күштердің әскери қызметшілері мен әскери міндеттілердің істерін қарайды, әскери тәртіпті қамтамасыз етуге ықпал етеді. Мамандандырылған соттардың енгізілуі сот төрелігін жүзеге асыруда бірқатар артықшылықтар береді. Құқық салаларының ерекшелігін ескере отырып, істерді сапалы қарау мүмкіндігі артады. Сот процесінің жеделдігі мен тиімділігі қамтамасыз етіледі. Азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың деңгейі көтеріледі. Сот практикасы біріздендіріліп, мамандандырылған судьялардың кәсіби біліктілігі артады. Осылайша, мамандандырылған соттар жалпы сот жүйесінің құрамдас бөлігі ретінде құқық үстемдігін, әділ сот төрелігін қамтамасыз етуге және сот билігінің қоғам алдындағы беделін нығайтуға қызмет етеді. Қазақстан Республикасының сот жүйесі Конституцияға сәйкес 3 буынды құрылымнан тұрады. Бұл құрылым сот билігінің тиімді қызмет етуін қамтамасыз етіп, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауда маңызды рөл атқарады. Жоғарғы сот Қазақстан Республикасындағы сот билігінің ең жоғарғы органы. Ол төмен тұрған соттардың қызметіне қадағалауды жүзеге асырады. Сот практикасын бірізге келтіреді. Жоғарғы соттың шешімдері ел аумағында міндетті болып табылады. Сонымен қатар, ол соттардың жұмысын жетілдіру бойынша түсіндірмелер мен ұсынымдар береді. Облыстық және оларға теңестірілген соттар қалалық соттар, мамандандырылған соттар. Бұл сатыда істер бірінші инстанция ретінде де, апелляциялық тәртіпте де қаралады. Облыстық соттар аудандық соттардың шешімдеріне апелляциялық, кейде кассациялық бақылау жүргізеді. Мамандандырылған соттар әкімшілік, экономикалық, қылмыстық істер жөніндегі белгілі бір санаттағы істерді қарайды. Аудандық қалалық соттар сот жүйесінің негізгі және ең жақын буыны. Азаматтар ең алдымен осы деңгейге жүгінеді. Қылмыстық, азаматтық, әкімшілік істердің басым бөлігі дәл осы аудандық соттарда қаралады. Олардың шешімдеріне апелляция тәртібімен облыстық соттарға шағым жасауға болады. Бұл жүйенің басты артықшылығы сот билігінің сатылығы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету. Яғни, әрбір азамат бірінші инстанциядан бастап, апелляция мен кассацияға дейін өз ісін қайта қаратуға құқылы. Қазақстан Республикасының прокуратурасы мемлекеттің құқық қорғау жүйесінің маңызды буыны. Ол заңдылықтың сақталуын жоғары қадағалау арқылы мемлекеттегі құқықтық тәртіптің нығаюына, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуына үлес қосады. Прокуратура қызметі Конституцияға, Қазақстан Республикасының прокуратурасы туралы 2017 жылғы конституциялық заңға, өзге де заңдарға негізделеді. Прокуратураның құқықтық мәртебесі. Прокуратура Қазақстан Республикасының атынан, заңдардың, Қазақстан Республикасы президенті жарлықтарының, үкімет қаулылары мен өзге де нормативтік құқықтық актілердің дәл әрі біркелкі қолданылуын қадағалайтын. Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, заңды тұлғалардың мүдделерін қорғауды қамтамасыз ететін, мемлекеттік және қоғамдық мүдделерді қорғауды жүзеге асыратын орган. Ол өз қызметін ешбір мемлекеттік органға тәуелсіз, тек Конституция мен заңға сүйене отырып жүзеге асырады. Конституциялық негіздері. Қыр Конституциясының 83 бабында прокуратураның мәртебесі, міндеттері мен өкілеттіктері белгіленген.
Прокуратура заңдылықты қамтамасыз ету жүйесінде маңызды орын алады және біртұтас орталықтандырылған жүйе ретінде құрылады. Прокуратураның негізгі функциялары заңдардың, президент жарлықтарының, үкімет қаулыларының және өзге де нормативтік актілердің дәл әрі бірыңғай қолданылуын қадағалау. Қылмыстық қудалауды жүзеге асыру, сотта мемлекеттің мүддесін білдіру, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қорғау, қылмыстық және әкімшілік істердің заңдылығын бақылау. Принциптері: біртұтастық, барлық прокуратура органдары бас прокурорға бағынады. Орталықтандырылған жүйе, төмен тұрған прокурорлар жоғары тұрғандарға бағынады. Тәуелсіздік, прокуратура өз қызметінде басқа органдардан тәуелсіз. Заңдылық, барлық әрекеттер тек конституция мен заңдарға негізделеді. Прокуратураның негізгі функциялары заңдардың, президент жарлықтарының, үкімет қаулыларының және өзге де нормативтік актілердің дәл әрі бірыңғай қолданылуын қадағалау. Қылмыстық қудалауды жүзеге асыру, сотта мемлекеттің мүддесін білдіру, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қорғау, қылмыстық және әкімшілік істердің заңдылығын бақылау. Прокуратураның құрылымы: Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы жүйенің жоғарғы буыны, оны бас прокурор басқарады. Облыстық және оларға теңестірілген прокуратуралар аймақтық деңгейдегі прокурорлық органдар. Қалалық және аудандық прокуратуралар жергілікті деңгейдегі қадағалау органдары. Әскери және көліктік прокуратуралар арнайы саладағы заңдылықтың сақталуын қадағалайды. Қорытындылай келе, прокуратура заңдылықтың сақталуына кепілдік беретін, мемлекет атынан қадағалау функциясын орындайтын орган. Ол сот, атқарушы немесе заң шығарушы билікке жатпайды, бірақ олардың бәрінің қызметінің заң шеңберінде болуын қамтамасыз етеді. Қазақстан Республикасының прокуратурасы мемлекеттің құқықтық жүйесінде ерекше орын алатын, құқық қорғау органдарының жұмысын үйлестіретін және азаматтардың конституциялық құқықтарының сақталуына кепілдік беретін орган. Оның басты миссиясы қоғамда заңдылық пен әділеттілікті қамтамасыз ету. Осы дәріс сабағында пайдаланылған нормативті, құқықтық құжаттар мен әдебиеттер тізімі. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Астана, соңғы 2022 жылғы өзгерістермен. Қазақстан Республикасының прокуратурасы туралы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы. 2017 жыл 30 маусым. Сапарғалиев, Б. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы. Алматы, 7 жарғы, 2013 жыл. Иманбердиев, С. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы. Шымкент, 2018 жыл. Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының ресми сайты. Құрметті білім алушылар, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен біздің кезекті дәріс сабағымыз аяқталды. Егер дәріс мазмұны бойынша сұрақтарыңыз болатын болса, беймарал қойыңыздар. Сіздің сұрағыңыз